Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатырған хожелі мантысының жасалу жолын ұсынатын боламын. Ең керемет рецепті менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. 1,5 шай қасық көлемінде тұз салып, араластыра бастаймыз. Осы сәтте суымызды да құямыз. Тұзымыз толықтай ерігеннен кейін ұнымызды аз-аздан салып қамыр илейтін боламыз. Бұл мантының қамырының ерекшелігі өте қатты да болмау керек қамыр, өте жұмсақ та болмау керек. Және иіле жақсылап қануы қажет. Илену барысында ұзақтау иленеді. Сіздерге түсінікті болу үшін толықтай көрсетіп жатырмын. Осы құрам бөліктердің артық қоспауға кеңес беремін. Әр ұнның тығыздығына байланысты 50 грамм азайтып немесе қосып жасауға болады. Егер қамырыңыз жұмсақтау болып жатса 50 грамм ұн қосуға болады, немесе қамырыңыз өте қатты болып жатса 50 грамм ұнды азайтып жасауға болады. Мінекей осындай қаттылықта қамыр илене бастайды. Илеуді тоқтатпаймыз, жалғастырамыз. Міне осындай қаттылықта қамыр шықты. Енді 3 ас қасық көлемінде сұйық майымызды құйып, тағы да илейтін боламыз. Мінекей қаттылық қамыр шықты. Тағы да бір иілеп, бөлме температурасында 20 минутқа қалдырамыз. Салфан пакетке кигізіп 20 минут қалдырамыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Фаршымызға пиязымызды, тұз және қалауыңыз бойынша қара бұрыштарымызды қосып, барлығын араластырамыз. Бұл жерде фарштан 100-200 грамм пиязыңыз артықтау болу қажет. Біз салманы жайып салатындықтан фаршымыз, яғни салмамыз өте жұмсақ болу керек, жаюға ыңғайлы. Мінекей дайын. 20 минут көлемі өтті. Енді қамырымызды бір илеп аламыз жақсылап. Қамырдың толық тегіс әрі әдемі жайылуы үшін қамырды міндетті түрде 1-2 рет илеп бойын алдыру керек, яғни дем алдыру керек. Сол кезде сіздің қамырыңыз сізге ұнайтындай болады. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Дөп дөңгелек зуала жасап аламыз. Қамырдың тегіс жайылуы үшін де осы зуаламыз өте маңызды, сондықтан барынша дөңгелек қылып жинауға тырысыңыздар. Салфан пакетімізге салып 5-10 минут демалдырып аламын. Содан кейін әрі қарай жұмыс жасауға болады. Қамырымыз жаюға дайын. Жұдырығымызбен алдын ала осылай жайып аламын. Содан кейін оқтауымызбен қамырымызды жаятын боламыз. Бұл мантының қамырын өте жұп-жұқа қылып жаю керек. Осыған баса назар аударыңыздар. Қамырды жаю барысында ортасы жұқа, екі шеті қалың болмас үшін екі шетін ғана салмақ саламыз да ортасына көп салмақ түсірмейміз. Сол кезде қамырыңыз бір тегіс әдемі жайылатын болады. Достар, осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Бұл рецепт бойынша сіздің мантыңыз жыртылмайды, езілмейді және де өте дәмді әрі керемет болып шығады. Қамырымыз мінекей жұп-жұқа болып жайылды. Енді осы қамырымызды үлкендеу етіп кесіп аламыз. Яғни әдеттегі мантыдан хожелі мантысының ерекшелігі кескен бөлігіміз үлкендеу болу қажет. Шамамен 15 сантиметрге 15 сантиметрдей көлемінде болды менің мантыларым. Егер одан үлкендеу етіп кесуді қаласаңыздар, барынша үлкен етіп кесуге болады. Мен өз отбасыма ыңғайлы түрде осы 15-ке 15 етіп жасап алдым, кесіп.
Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Қамырымызды байқасаңыздар өте жұқа. Жұп-жұқа болса да қамырымыз жыртылмай, езілмей пісетін болады. Мінекей, жұқалығын көрсетіп жатырмын. Енді толықтай барлығын жайып аламыз. Ішіне салмамызды жайып салатын боламыз, яғни көріп тұрғандарыңыздай біраз қасықты толтырмай жайып жұп-жұқа көлемде саламыз. Осынысымен де қожелі мантысының ерекшелігі көрініп тұрған болар. Мінекей, жайып салып алдық. Енді түйетін боламыз. Тек қана екі ұштарын біріктіру арқылы осындай мантының түйіп аламыз. Түйу жолы өте қарапайым. Әдеттегі мантыдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана үлкендеу пішіні жағынан. Барлығын осындай етіп түйіп аламыз. Түйілген мантыларымызды, мантаваркамызды майлап, жақсылап майлап алыңыздар, жабыспайтындай. Бір-бірден салып орналастырамыз. Яғни мантының үст-үстіне салатын болғандықтан біріктіріп, бір шетін майлау қажет. Сол кезде сіздің мантыңыз пісу барысында жабыспайтын болады бір-біріне. Осы ретті сақтай отырып барлығын жинап аламыз. Қайнап тұрған суда 35 минут көлемінде мантымызды толықтай пісіріп аламыз. Қамырымызда салмамызды өте жұқа болғандықтан бұл манты тез піседі. Енді біз сұйық майымызды қыздырып, қызыл бұрышпенен паприкамызды салып, араластырып аламыз. Яғни майды қатты қыздырып алдым. Содан кейін қызыл бұрышымыз бен паприкамызды дәміне қарай қосасыздар. Ащы болса қызыл бұрышын көбірек қосыңыздар. Мінекей осындай помадка дайын болады. Өте оңай. Мантымыз міне пісіп дайын болды. Енді ұсынатын ыдысымызға саламыз. Байқасаңыздар, қамырымыз өте жұқа, жыртылмаған ешқандайда. Арасында осындай жаңа дайындап алған помадкамызды жағып, дастарханға ұсынамыз. Бұл рецепт бойынша өте керемет болып шығады, достар. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер алдағы уақытта қандай видео күтесіздер, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер де болады. Мінекей сондай дәмді әрі жұп-жұқа қожелі мантысы дайын болды. Байқасаңыздар, ешқандай да жыртылмаған, өте керемет. Достар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.